Hello, my friend. How are you? I'm fine. Subscribe to my channel before watching my lesson. And try to the end. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менде барлық керемет. Менің сабағымды көрмес бұрын, бірінші менің каналыма тіркеліп алыңыздар, және де соңына дейін көруге кеңес беремін. Ал, let's go! Бізде бүгін реттік сан есімдер. Ordinal numbers. Реттік сан есімдердің алдынан белгілілік артикл зе қойылу арқылы жасалады. Және де мына үш реттік сандардан басқасына th жинағын жалау арқылы жасалады. Яғни first, second, third. Осы үшеуінен басқасына th жинағын жалғау арқылы жасаймыз реттік сан есімді. Мысалға, бірінші first, екінші second, үшінші third, бесінші fifth, тоғызыншы ninth, 12-ші 12th, 21-ші 21st. The 5th floor, 5-ші қабат. The 11th grade, 11-ші сынып. Лауазым атақтарды айтқан кезде де реттік сан есімдер қолданылады. Мысалға, патшалардың, ханшайымдардың атақтарын және Рим папасының атақтарына қолданады. Мысалға, бірінші, екінші деген кезде ше. Мысалға, Henry the 8th, Генри 8-ші, Elizabeth the 2nd, Elizabeth the 2-ші. Келесі біз хронологиялық даталарды айтқан кезде реттік сан есімді қолданамыз. Мысалға, 30-ші наурыз 1995 жыл деп айтатын болсақ, The 3rd of March 1995, немесе 2009 жыл 2009, немесе 20 or 9. Достар, соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сабақтарым ұнаса, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Және де лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Кездескенше. Goodbye, my friends. Bye-bye.